Қысқасы, Алматыға оқуға келген бірінші жылым, жатақханада тұрам. Ол жақта не дегенмен бір қызбен бір комнатада қалып қоятын кездер болатын. Ұйықтайын деп жатырмыз. Бір төсекте. Көзімді ашып жатырмын. Бастырылып қалған шығармын, болмаса түсім. Бөлмеге ұзын бойы келген денесі. Беті қап-қара адам кірді де қасыма келіп бетіме қарап тұрады. Қорқынышты тынысын естіп жатырмын. Денем байланып қалған. Үнімді шығара алмай тынысым тарылып барады. Сол сәтте саусағымен мойнымда бар күшімен басып тұрып, қылқындырып жатыр. Өлуіме 1-2 секунд қалған кезімде бөлмеден шығып кетті. Және сол мезетте денем босап, ауа жұта бастадым. Бір қызығы, қасымда жатқан қыз ұйықтар алдында өзінің әкесі 3-4 жасында дүниеден өткенін айтып берген. Сол қыздың әкесі маған ескертті деп түсіндім. Бұны бастырылу деп те айта алмаймын. Әдетте бұлай шынайы болмайтын. Ер баламын, жасым 19-да. Бала кезімнен қорқынышты видео мен оқиғаларға тойып алғанмын. Өте көп көріп өз өмірімді қиындатып жібердім. Менің оқиғам өте қарапайым болуы мүмкін. Алайда ең қиын жері бұл тылсым дүниемен 3 жылдан аса уақыт кездесетін болдым. Ең алғашқы рет түсімде қарындасымды жын кейпінде көрдім. Ол көзіме бізге үйреншікті қызыл бет бейнесімен, мүйізімен есімде қалды. Оның мені айыр арқылы қинаған кездесімде. Осыдан кейін бас ұрылу басталды. Ауылда қанша жерден жуынып шайынып жатсам да, қай бұрышымнан жатсам да бастырылатын едім. Үйдегілерге күнде таңғы шайды айтып отырамын. Құлағыма шыңғыратын жынның дауысы үйреншікті құбылыс болды. Олардың менің жаныма қалай жақындап, ыңғайланып отыратынын сезінетінмін. Процесс ұзақ болатын. Бір келіп, бір кетіп мені мазақ қылғандай болатын. Алғашында ұйқыдан бас тартуға дайын едім. Бірақ амал жоқ, көндігесің. Кейін қалаға оқуға түскелі бері бастырылуды қойдым. Алайда қалай ауылыма келемін, бірден бастырыламын. Соңғы рет қатты қорыққан кезім, көз алдымда ұйқылы ояу әкемді көрдім. Кейін артынан анам өтті. Анамның артынан ілесіп, қара күрте жамылған, үлкен орағы бар бір кейіпте жүріп бара жатыр еді. Мамаға абайлауын өзім айқайлағанымда, маған қарай жүгіргені. Өзімді шынымен де бір өлім азына қалғандай сезіндім. Сондағы менің қателігім, дәретті қате алуым, және сүрелерді оқығандағы сауатсыздығым ба деп ойлаймын. Бір түнде мама-папа қонаққа кетіп қалады. Мен өзім інілеріммен қалам. Олар басқа бөлмеде ұйықтап қалады. Мен түнде өзіммен өзім тұрып кетем. Және көзімді ашсам, ортада айнаға қарама-қарсы папа-мама жататын бөлмеден біреу шашын жайып теңселіп қарап тұр. Не кәлиманы білмеймін. Соған қарағанда кішкентаймын. Көзімді тарс жұмып жата бердім. Тағы көзімді ашып қарасам, ол маған жақындайды. Әр көзімді ашып қараған сайын ол маған жақындайды. Содан соң көзімді тарс жұмып алдым да жата бердім. Ұйықтап кеттім. Ал таңертең анама айтсам, ол жақта біртүрлі нәрселер өзі солай болады дейді. Менің ойымша бұл даму ғой.